Мен қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлем және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бірден лайк және жазылу түймелерін басыңыз, қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы етуді жалғастырамыз. Ендеше біз басадық. 13 қыркүйекке арналған ауа райы қандай болады? Қазгидромет синоптиктер 13 қыркүйек сәрсенбі күніне арналған ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің мәліметінше, еліміздің бас қаласында жаңбыр жауады. Шығыс Қазақстанда жаңбыр жауып, солтүстік Қазақстан мен батыс Қазақстанда күн бұлтты болады. Оңтүстік Қазақстанда күн ашық болады. Астанада күн бұлтты болып, жаңбыр жауады. Жаңбыр жауы көрсеткіші күні бойына 60% көрсетуде. Күндіз ауа температурасы ең жоғарысы плюс 15 градус аралығында болады. Түнде плюс 7 градус аралығы болады. Алматыда күн бұлтты болып, жаңбыр жауады деп болжау жасады. Жаңбыр таңғы сағат 3-5 шамасында деп күтілуде. Жаңбыр жауы мүмкіндігі 10% арасында. Күндіз ауа температурасы ең жоғары плюс 20 градус көрсетсе, ең төмен плюс 12 градус күтілуде. Шымкентте күн ашық болады деп күтілуде. Күндіз 25 жылы болса, түнде 10 жылы болады деп болжанды.